Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Жан дүниен кенеліп қуанышқа өркендейді, өрлейді ырысы артық. Ерте тұрып біздің арнаны қосқан қымбатты көрермен, ассалаумағалейкум. ТДК 42 арнасында арайлы таң ақпараттық таңғы сазды бағдарламасы. Тізгінде менің сұлуда сымбатты әріптесім Динара Ақылбекқызы, ендеше жарты сағаттың көлемінде қызықты ақпараттар, жағымды материалдар. Бізбен бірге болыңыздар. С добрым утром, улыбнись, посмотри прекрасную жизнь. Именно с этих строк хочется начать сегодняшнюю нашу программу «Доброе утро». Хочется также отметить, что со мной мой коллега Ернур Канама, и мы начинаем. Будьте с нами, не переключайтесь. Бізді тамашылап отырған көрерменге әр таң сайын жағымды ақпараттарды сыйлаймыз. Ал бүгінгі таңда телефонға көп телміретін адамдар көп жағдайда телефон суға түсіріп алып жатады. Ал осы тарапта қандай әрекеттерді қолданғандар, соларды фенмен кептірген жөн бе, әлде басқаша әрекеттері бар ма? Біз сіздерге толыққанды айтамыз. Уважаемые наши телезрители, каждый раз мы вам стараемся донести все самое интересную и полезную информацию. Сейчас также хочется поделиться с таким прекрасным лайфхаком. Что же делать в той ситуации, когда наш телефон промокает, либо полностью мокрый? Наверняка многие люди знают этот лайфхак, но тем не менее, давайте же посмотрим наш следующий сюжет, который полон информации. Суға түскен смартфонды кептіру әдісі. Суға түсіп кеткен не су кіріп кеткен смартфонды қалпына келтіруге болады. Бірақ ол үшін бәрін тиянақты жасау керек. Суға түсіп кеткен смартфонды жылдам кептіремін деп фенге жүгірудің қажеті жоқ. Фенмен кептірудің кері әсері бар. Өйткені су уланудың орнына гаджеттің ішіне қарай кіріп кетуі мүмкін. Оның үстіне ыстық температураның әсерінен ішкі пластиктері зақымдануы да ықтимал. Су кіріп кеткен смартфонды кептірудің оңай әрі тиімді жолы күрішке малу. Екеуі де тиімді. Смартфонды бір тәулік күрішке салып қойсаңыз көмектесер анық. Сөз барысында смартфонды сақтап қалудың ең дұрыс жолы бұл әрине ұялы телефон сервисіне бару керектігін ескертеміз. Что же происходило на страницах истории, какие исторические факты и события заняли место в жизни, вы можете узнать, посмотрев наши следующие рубрики «Великие люди. Факты и знаменательные события». Қымбатты көрермен, тағылымды тарих әр күн сайын өзгеріп отыратыны белгілі. Ендеше ғасырлардың ширегінде болған оқиғаларды, атаулы даталарды, тарихи оқиғаларды біз сіздерге тәнті етеміз. Назарыңыз экранда болсын, өзіңіздің пайдаңызға жаратыңыз. 29 апреля. Сегодня Всемирный день исполнения детских желаний. Учредил его в 1980 году американский благотворительный фонд Make-A-Wish Foundation, взявший на себя очень ответственное и благое дело – помогать деткам, страдающим смертельными заболеваниями. Этот невероятно человечный, наполненный состраданием праздник берет свое начало с одного уникального случая, произошедшего с 4-летним Крисом Грейчусом. Ребенок страдал тяжелым заболеванием крови, лейкемией, от которого, к сожалению, его спасти было уже невозможно. Он очень мечтал стать в будущем офицером полиции, а счет его жизни шел на дни. Тогда Томми Осин, работающий таможенником, решил устроить малышу настоящий праздник и доказать, что чудеса случаются, если в них верить. Он организовал с помощью своих коллег незабываемые приключения. Маленький Крис получил специально сшитую по его размеру офицерскую форму, катался на детском мотоцикле, летал на вертолете, а потом ему даже присвоили почетное звание полицейского штата Аризона. Бүгінгі күнім қалай өрбейді деп уайымға салып отырған қымбатты көрермен. Әуре болмаңыз, біз сізге толық ақпараттарды дайындап қойдық. Ендеше жұлдызыңыз оңнан тусын, бүгінгі күн шаттық пен қуанышқа толсын. Ал бүгін шаяндарды кәсіптік кездесулер күтіп тұр. Пусть сегодняшние звезды вам будут только улыбаться и дарить радость. Вот я знаю, Ернур, у тебя знак зодиака рак. И я знаю, что тебя в первой половине дня ждет только все самое прекрасное и финансовое благосостояние. А что же ждет остальных знаков зодиака? Вы можете это узнать, посмотрев наши следующие рубрики «Астрологический прогноз». Назарыңыз экранда болсын. Овен. Хорошее настроение овнам поможет им в важном деле. Овны, будьте осторожными и вежливыми, если вам придется с кем-то знакомиться. Просмотр телевизора или фильма навеет печально чувствительных овнов. Телец. Сегодняшний день для тельцов будет осуществляться легко. Сегодня не спрашивайте у Бога почему и спросите для чего. Сегодня тельцы могут послать все к черту, но уже завтра пожалеют об этом.
Близнецы, не поддавайтесь глупости, пригласите на ужин друзей или соседей и посмейтесь от души. Близнецы, вам не надоело все бросать на полпути? Сколько побед вы уже потеряли? Близнецы, когда же вы уже научитесь ценить то, что имеете? Рак. Не позволяйте сегодня чужим людям управлять вами. Что бы сегодня ни произошло, ракам не стоит спешить с выводами. Ваша игра в молчанку может ранить близких вам людей. Лев. Подходящий день для львов. Понять, в какой сфере деятельности он себя видит. Возможны новые знакомства. Звезды будут склонять львов к резкости и прямолинейности, что чревато конфликтами с окружающими и близкими вам людьми. Дева. Если девы давно хотели кому-то позвонить, но не решались, сегодня обязательно нужно решиться. Сегодня девам просто необходим свежий воздух, так что стоит внести в свой плотный график хоть одну часовую прогулку возле дома. Ссора с любимым человеком надолго расстроит дев. Весы. Сегодняшний вечер отлично подходит для кулинарных экспериментов, а ваши близкие смогут их оценить и будут вас хвалить. Сегодня весы могут остро почувствовать свое одиночество в этом мире. Поднимите голову к небу, остановитесь и поймите, что потом уже вы ничего не сможете изменить. Скорпион. Сегодня к скорпионам будут прислуживаться все, и домашние, и коллеги, и друзья. Скорпионы, попытайтесь найти общий язык с нужными вам людьми. Только продумайте все заранее до мелочей. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, скорпионов следует держать сегодня в руках. Стрелец. Возможно, сегодня стрельцам целый день будет хотеться того не знаю чего. Стрельцы, не делайте сегодня что-то непривычное для вас. Пусть день пройдет по обычному режиму. Что бы сегодня ни случилось, стрельцам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает вам сердце и разум. Козерог. Из всех возможных жанров для вечернего просмотра козерогов подойдут мультфильмы, которые заставят их поверить в сказку и снова почувствовать себя маленькими. Максимум, что сегодня можно сделать козерогам, это пускать в ход свою улыбку и обаяние. Тогда им все сойдет с рук, даже ошибки на работе. Водолей. Не бойтесь выглядеть смешно, учитесь смеяться над собой, и сегодня ваш смех растопит чье-то сердце. Сегодня водолеи будут ждать от кого-то поддержки, но им не стоит на этом зацикливаться. Решив помочь другу, будьте готовы к тому, что он переложит проблему полностью на ваши плечи. Рыбы. Не ждите, что кто-то даст оценку вашим действиям. Просто продолжайте делать то, что чувствуете, и скоро сможете увидеть положительный результат. Контролируйте свое поведение, чтобы впоследствии не переживать о сделанных поступках. Сегодня все забросают рыб советами, которые будут их только раздражать. Адамның ерекше көңіл күймен жүруі, сонымен қатар күнді сапалы өткізуі бұл әдемі ұйқының әсері екені сөзсіз. Осы тарапта бізді тамашалап отырған көрерменге түскі уақыттағы демалыстың түрлерін атап өтетін боламыз. Адамның денсаулығына қандай пайдасы бар, сонымен қатар қызметте де өзіндік тигізер әсері бар ма екен? Динара, сіз қалай ойлайсыз? Түскі уақытта ұйықтаған жөн бе? Ну, конечно, Ернур. В частности, в Японии эта методика применяется очень часто. То есть сотрудники должны и могут в полном праве вздремнуть в рабочее время. Для этого есть также специальный сотрудник, который именно следит за этим процессом, чтобы все сотрудники были в отдыхе, либо спали очень хорошо. Сонымен қатар, Динара, тағы да бір ерекше ақпарат. Финляндияда оқушылар сабақ уақытында ұйқысы келген жағдайда ұйықтап алуға рұқсат. Ал біздің барша көрермендерімізге түс қайта демалғысы келетін болса, тек қана 1 сағаттан артық уақытқа демалмаңыз, себебі ісіңіз бен сәттің бәрі берекетсіз кетуі мүмкін. Түскі астан кейін ұйқы қысатын кездер болады. Кейде мызғып алуға жатқымыз-ақ келіп тұрады. Кейде уақыт құртқымыз келмей ұйқыдан қашатынымыз тағы бар. Бірақ бұл қаншалықты дұрыс? Медицинада түскі ұйқының пайдалы екенін дәлелденген зерттеулер көп. Мына бір зерттеуде адамның сағат 13:00 мен 15:00 аралығында маужырап ұйқысы келетіні табиғи нәрсе. Ал денсаулыққа ең жақсысы ағзаның қалауын орындау. Түскі ұйқыға ағзаға пайдалы болғандықтан оған тәуелді. Тағы бір зерттеуде күндізгі ұйқы, яғни түскі
түскі ұйқының адамға артықшылық беретіні айтылды. Түскі жарты сағат болсын ұйықтауға көңіл бөлген адамның когнитивті ойлауы немесе есте сақтауы жақсарып, назар аудару мен қимыл қозғалысы шапшаң болады. Көңіл күйі көтеріледі делінген. Ал мына зерттеуде түскі ұйықтауды әдетке айналдырған адамның түстен кейінгі жұмысы өнімді болатыны айтылған. Ондай адамның әсіресе оқу-тоқуға деген қабілеті ашылады. Сондықтан мұндай адамдарға түстен кейін тіл үйрену, сабақ қарау мен басқа да ойлауға байланысты шаруаларды шешсе болды. Түскі ұйқы адамға кофеин мен энергия беруші препараттарды ішумен бірдей қуат береді. Есесіне кофеин мен препараттарға тәуелділік болмайды. Ал түскі ұйқы қаншаға созылу керек дегенге келсек, 1-2 сағаттан аспауы тиіс, дұрысы 1 сағат. Суды қай уақытта ішуге болмайды. Жатарда су ішкен дұрыс емес, өйткені ағзаға ауырлық түсіп адамның түн ұйқысы бұзылады, ал түнгі ұйқының бұзылғаны жақсы емес. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз өз жалғасын табады. Ендігі кезекте қонақпен сұхбат айдарына келіп жеттік. Бүгінгі біздің қонақпен сұхбат айдарында ерекше мейман. Ең алдымен таныстырып өтсек, Орал қалалық полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының қызмет инспекторы, ерлігі үшін медалінің иегері Жолбай Парасат Саясатұлы бүгінгі біздің студиямызда қонақта. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйіңіз қалай жеттіңіз? Жақсы, аман есен. Енді сіз секілді бүгінгі күннің батырын көргенімізге біз бек қуаныштымыз. Енді сіздің салаңызға деген, сіздің қызметіңізге деген біздің тараптан қойылатын сауал өте көп. Ендеше бір ерекше сұхбат болғалы тұр деген ойдамыз. Біз сұхбатымызды бастаймыз. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады видеть вас сегодня у нас в гостях. И давайте с вами начнем беседу. Парасат, расскажите немного о себе, как вы пришли именно в эту сферу и почему именно выбрали служить народу. Қайырлы таң барша жерлестер. Енді бұл жұмысты деген мен кішкентайымнан армандап осыған полиция қызметкері болам деп, себебі ағам жұмыс жасады. Соған енді біздер бала кезден формаға, әдемілікке сондай тартымды жігіттер сондай болады. Сол үшін қызығып мен жұмысқа кірем деп осылай бет алдым. Әскер қатарында болдым, содан келіп 2013 жылы осы патрульдік полиция батальонына жұмысқа орналастым. Содан бері қазіргі осы уақытқа дейін қызмет атқарып келемін. Өте керемет. Енді жұмысыңызға сәттіліктер тілейміз. Сонымен қатар әрбір баланың осы бір кішкентай кезден арман екені сөзсіз, сіздің арманыңыз орындалды деген ойдамыз. Енді қазіргі таңда атқарып жатқан қызметтеріңіз елге мәлім. Солардың бір үздігі осы ерлігі үшін медалінің иегерісіз. Осы бір салада қиын уақытта адамның ішкі жан дүниесі алай-дүлей болып, өзінің бір сонау бір биіктіктен лақтырып жіберген адамды өзіңіз құтқарып алдыңыз. Жалпы осы жайында да айтып өтсеңіз. Әрине, ол енді бәрі бұл жұмыстың барысында, жұмыс болғасын небір оқиғалар болады. Адам көретіндері бар, көрмейтіндері бар дегендей жұмыста. Себебі ол енді былтыр 12 наурыз күні кешкі сменге шығып атқан кезде орын алды. Жаңбыр жауып тұрған бір сондай бір уақыт қараңғы. Сол кезде 102 нөміріне қоңырау түсті. Себебі Дюркул өзенінде көпірден бір әйел азаматша секіріп кетті деген. Мен келе жатып уже қасына келген кезде менің қызметкерлерім, әріптестерім тұрды уже сол жерде. Сол кезде енді дереу шешім қабылдау керек болды. Себебі судың бетінде қалып тұрған әйел адамды байқадым. Қозғалыссыз. Сол кезде айналаны қарап уже әрекет жасау керек болды тез арада. Сол төменге түсіп менде ой кетеді бірінші, енді суға түсеміз бе деп. Әрқашанда бізде айтады ғой енді. Бірінші өзіңде де қауіпке салмау керекпіз өзімізді. Себебі судың салқындығы бар, тереңдігі бар дегендей. Сосын айналада бір неден қайықта болдық. Дача дейді. Содан барып. Сол кезде алып жатқан кезде тағы да бір әріптесім болды. Ол кісі қазір жұмыс бабымен. Ерлан, Кужасов Ерлан, полиция капитаны. Сол екеуміз бардық. Енді адамның енді сол кезде бір қорқынышты болады ғой. Қараңғы түнде енді судың бетінде қалқып тұрған енді үрей болды. Себебі өлі денені алып шығамыз ба деген сондай ой келді. Адам енді неге құтқара алмай қалдық деп бәрін сол кезде ойлап қорқып отырды. Енді судың неге қайыққа дененің қасына барып
ұстай берген кезде денесінде жан бар екені қозғалғанда Чувствовалось. иә дереу тек сол жерден неге дейін түсіп ана ортадағы плитаға әйелді денесінде алды да қойдық. Сол кезде су жұтқан екен кішкене. Сол суын шығарып не істеп жатыр. Одан ар жағынан жан жақтан білмеймін адамдар қайдан жиналғанын бәрі енді қарап тұрып абай болыңдар, арматура ана судың асты не деп айқалап жатыр. Әріптестер де қарап тұрып. Сол кезде енді қуаныш болды. Себебі әйел адам демалып өмірде әлі бар екеніне. Енді содан не жағаға қайықпен сол манағы апарып шығарған кезде ары қарай ненің скорый помощь келді. Біздің әріптестеріміз бар. Ары қарай өздерінің көмектерін алып ары қарай алып кетті. Содан кейін өз ары қарай жұмысымызға кетіп қалдық біздер. Өте керемет аға. Енді осындай бейбіт күнде сіз секілді халықтың жанашыры болатын батырларымыз көп болсын, еңбегіңіз одан ары қарай елене берсін деген тілегімізді айтамыз. Рахмет. Бұл енді өзім үшін мен батырлық деп санамаймын. Себебі өзім міндетім бар бірінші жұмыста. Адамгершілік қасиеттерім бар дегендей. Онда жұмыстың арқасында енді қолда болса көтермелеп жатыр. Бірақ та өзім батырлық деп санамаймын. Себебі мен өзімнің жұмысымның, елімнің патриотымын. Себебі әрқашанда адамның көмек қолын созып, көмектесуге дайынмын осындай жағдайларда. Себебі менің тәрбиемден де, жұмысымда да, өзіме қойған мақсатымда да әрқашанда менің жұмысымда өзімде бір көмегім тисе екен деймін. Понятно. Парасат, также хочется отметить, что вы не только как человек помогли человеку, но в то же время очень мужественно поступили именно в тот момент, когда нуждающийся, особенно в темной ночью, можно сказать, хотел свести счеты с жизнью, и тем не менее оказаться в нужном месте, в нужный час, и даже жертвуя своим временем и своей жизнью, вы смогли сделать такой замечательный итог, то есть никто не пострадал. И, конечно же, хочется поблагодарить, хочется также отметить, чтобы побольше бы таких мужественных мужчин было в рядах нашей полиции. И наверняка у вас есть также что вам вспомнить в вашей службе. Какие были все-таки интересные моменты? Вернемся к позитиву. Әртүрлі жағдай болатын сөзсіз, осы бір тарапта өзіңіздің қызметіңіздегі есте қалар сәттерді айтып өтсеңіз. Енді осы қызметте 2013 жылдан бері қызмет етемін. Енді біздерде енді жұмыста неден ауысуымыз бар, жоғары көтерілуіміз бар енді. Енді осы күнге дейін енді 2013-тен бері бір қызмет атқарып келе жатырмын ғой. Енді басында айтқам 3 жылда жасаймын осы. Көшеде жүремін. Сосын барып ауысам бір. Әлі жүріп қосадан. Өзіме әлі күнге дейін қызықта сол. Себебі менің бұл жұмыстан кетпейтін себебім, бұл жұмыс деген менің даже жанұям үйреніп қалған бұған. То есть спокойно воспринимает. Таңнан кешке дейін или түннен таңға дейін жұмыс, 2 мезгілде қызмет атқарамыз біздер. Сол кездерде үйдегілеріміз үйреніп қалған бәрі деген. Өзімде үйреніп қалған, көшедегі адамдармен қарым-қатынас. Енді кішкене ненің адамдардың көзіне түсіп, пайда болды бұл деген құтқарғанымыз туралы. Түнде де, күндіз де біршама енді қызмет барысында жағдайлар болады, бәріне көмектесіп жатасың. Енді қызығы, сол жұмыстың қызығы бізде деген. Әркімге көмектесіп, әрқашанда бір орнынан дұрыс шешім қабылдау керек деген бізде. Своевременно, да, своевременно принятие правильного решения и при этом постоянно помогать и быть у передовых. Сосын мен тағы да бір сауалды жолдағым келіп отыр, Парасат аға. Сізді көптеген мәдени, әдеби шаралардан да көріп қаламыз. Осы бір концерттерден, мемлекеттік шаралардан көріп жатамыз. Жалпы осы шараларда сахнаның төрінен бой көрсетіп жатасыз. Осы жайында да ақпараттармен бөліссеңіз, сіздің ашылмаған қырларыңыз әлі көп секілді. Әрине, енді осы 2015 шатаспасам 15 жылдан бастап бізде департамент жанынан көркем өнерпаздардың тобы ашылды. Солармен бірге мен қалай айтқанда парасатты полицей деген шара болады. КВН ретінде. Ол республика аумағында. Және де конкурстар болады. 2 рет конкурсқа қатысты, сосын және де енді арнайы топ болғасын, арнайы қазіргі мерекелік шараларды бәрін өткіземіз.
өлең айтамыз, билейміз керек болса. Енді ол өзіміздің арамыздағы, енді барлық енді болып жатқан қала бойынша да іс-шаралар, соларға да қатысып жатырмыз. Енді осы карантинге байланысты енді былтыр онлайн форматта не болды, конкурс болды полиция қызметкері арасында республикалық ән байқауы. Содан біздер квартет болып шығып, екінші орын алдық республикадан. Былайша айтқанда бұл да бір ерекше өнер. Енді өнеріңіз істей берсін. Тек қана осы саланың ғана емес, осы бір ән өнері саласында да биікке өрлей беріңіз деген тілегімізді айтамыз. А также хочется у вас спросить нынешнему поколению, какой бы вы дали рекомендацию, совет и тем людям, которые еще в раздумьях, но также хотят именно служить, как и вы, народу. Сұрағыңыз орынды. Әрине қазіргі өсіп келе жатқан жастар бар, інілеріміз бар, қарындастарымыз бар дегендей. Енді бұл деген бала кезден, өзім айтқандай, бала кезден қойылған мен үшін арман полиция қызметкері болу деген. Себебі енді жұмыс барысында енді көптеген адамдармен жұмыс жасаймыз, профилактикалық беседі, енді түсініктеме жұмыстарын жүргіземіз. Профориентация, да? Жастармен көбіне. Себебі мектепте бар, оқитындар, колледжде оқитындар бар. Соны айтамын, келіп форма үйлеседі екен дейді, бәрі келіп айтады. Айтам, әрине форма деген тартымды, адамның жүріс-тұрысын бәрін ретке келтіріп, өзін дұрыс ұстайды адам деген. Себебі адам форма кигеннен кейін міндет басқаның алдында жақсы көріну керек, тартымды болу керек. Солай деп түсіндіреміз. Енді басқа балаларға да жас өсіп келе жатқан көшеде көретін айтамыз. Әй, сен не істе? Давай армияға бар. Или бізде университеттер бар. Мына Қарағандыда бар, Алматыда бар, Ақтөбеде де бар. Полиция қызметкері болатын болсаң, дайындал өз-өзіңді жаңадан бастап қазірге. Өзіңді бірінші рет патриот ретінде дайында. Өзіңе мақсат қой. Спортпен айналыс. Вот сол кезде бәрі орындалады. Енді өзімде енді арманым орындалды, бір арманым. Себебі ағама ұқсасам екен деп өзімде кезінде солай жүрдім. Енді қызығатын адамдар бар. Сұрайды, қалай болады? Енді барынша енді бақыттарын айтып, қалай екенін түсіндіріп айтамыз бәріне. Толық түсіндікті. Енді сіздер секілді мамандарды көрген әрбір жас осы болашақта осындай бір қызметте болғысы келетіні сөзсіз. Енді барша жастарға мүмкіндік бар. Аталғандай Алматы қаласында, Қарағанды қаласында, сонымен қатар Ақтөбе қаласында осы білім негізінде өз тәжірибеңізді шыңдап, полиция департаментінде қызмет атқаруға мүмкіншілік бар екенін тағы да ағамыз атап өтті. Енді сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай әдемі таңда алтын уақытыңызды бөліп, өзіңіздің қызмет жолыңызбен таныстырып, барша көрермендерге де жақсы ақпараттарды, сонымен қатар жұмыс барысындағы қызықты сәттерді атап өттіңіз. Алдағы уақытта сәттіліктер тілейміз. Енді сіздей бүгінгі таңның елеулі батырын лебізіне, тілегіне кесек берсек пе дейміз. Сізден тілек болсын. Ал енді барша жерлестер, қала тұрғындары және қонақтары баршаңызды осы келіп жеткен мамыр айының ең басты мейрамымен 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтаймын. Және де мейрамдарымыз бар, 1 мамыр, 7 мамыр. Енді еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Әрқашанда осылай ақ таңда бәріміз бас қосып жүре берейік, көтеріңкі көңіл күйде. Енді қатерлі індетті бәріміз жеңіп, аман есен бір-бірімізге қауышуға жеткізсін. Бейбіт өмірде, ашық аспанда тек жақсы өмір сүрейік. Рахмет. Рахмет үлкен сізге. Алғысты тағы да айтамыз. Алтын уақытыңызды бөліп, қызметіңіздегі сәттерді бір бөліп, осы бір сұхбатқа келгеніңізге үлкен алғыс. Енді жұмысыңызға сәттіліктер тілейміз. Елімізде сіздер секілді ел мақтанарлықтай ұрпақ көп болсын. Недавно мы в своем выпуске радовали наших уважаемых телезрителей топ самых 5 продаваемых авто и топ самых 5 покупаемых авто. И эти автолюбители на сегодняшний день могут также обрадоваться, потому что на рынке, в частности марка Kia, появились новые марки авто. Қымбатты көрермен, осы тарапта барша автокөлікті ұнататын көрермендерге ерекше ақпарат. Kia көлік жайында айтып өтетін боламыз. Бұл көлік бизнес бағыттағы, бизнес класстағы көліктердің қатарына жатады. Ендеше толық ақпаратты барша ер азаматтар сағатсыздана күтіп отырған шығар. Экранға назар аударайық.
Недавно в дилерской сети Kia в Казахстане начались продажи нового спортивного бизнес-седана Kia K5. Обыденности и вычурности он противопоставляет стиль и элегантность в сочетании с технологичностью, комфортом и надежностью. Новый Kia предлагает сочетание эффектного дизайна, продуманного интерьера и богатого оснащения. Он отличается также стремительным силуэтом и является одним из самых привлекательных автомобилей в своем классе на сегодняшний день. Интерьер под стать внешности, по-спортивному ориентированный на водителя, современный и хорошо оснащенный. Одна из главных особенностей – полностью цифровая панель приборов Super Vision диагональю 12,3 дюйма. Из других опций внимание заслуживает аудиосистема Bose класса премиум с 12 динамиками и интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop and Go. Салон имеет не подверженную влиянию времени лаконичную архитектуру и качественные материалы и отделки. Здесь водители и пассажиры почувствуют себя спокойно и расслабленно. Новый Kia предлагает высокий уровень удобства в повседневной эксплуатации. Қымбатты көрермен, бізді тамашалап отырған көрерменге денсаулыққа пайдасын тигізер ақпараттарды ұсынғанды жөн деп санап отырмыз. Осы тарапта суды қай мезгілде ішкендір, сонымен қатар қалай ішкен жөн екендігі жайындағы ақпараттармен бөлісеміз. Қазір ораза уақыты екені белгілі. Осы тарапта судың адам денсаулығына тигізер пайдасы жайындағы ақпараттарды атап өткенді жөн деп санап отырмыз. Диетологи и нутрицисты так и бьют тревогу, в какое же время нужно пить воду и в каком количестве. Но тем не менее, каждый организм уникален по-своему. Кто-то любит пить очень теплую воду, а кто-то любит слегка подогретую, либо ледяную воду. Но тем не менее, есть одна установка, что организму в целом требуется порядка 2 литров чистой воды. Диетологтардың айтуынша, жатардың алдында су ішкен адамның тыныш шырт ұйықтауы қиын. Өйткені кіші дәреті қысып түнде бәрібір оянуы төсегінен тұруға тура келеді. Ал ұйқының бұлай бұзыла бергені дұрыс емес. Ұйқысы жиі бұзылған адамда зат айналымы нашарлап, гипертония мен семіздік ауруына әкелуі мүмкін. Сондықтан ұйқыға жатарға дейін 2-3 сағат бұрын су ішіп алған жөн. Бұл аралықта ағза артық сұйықтықты өңдеп, өз-ақ шығарып тастайды. Ағзада артық сұйықтық болмаса, адам жақсы да ұйықтайды екен. Ал таңертең оянған кезде су ішкен пайдалы. Бұл кезде ағза сусырап жатады дейді мамандар. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Арайлы таң». Будьте с нами по будням с 8 утра. Желаем вам только прекрасного, продуктивного дня. Берегите себя и ваших близких. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт мөлшері өз мәресіне жетті. Ертеңгі таңға дейін қоштасатын боламыз. Бүгінгі күн шаттық пен қуанышқа толы күн болсын, жақсы жаңалықтарға толы күн болсын дегіміз келеді. Таң сайын сіздер үшін қызмет атқарамыз. Жақыныңызға жанашыр бола жүріңіз.